Сәлем достар, расколдың нақты өлшемдеріне көшейік. Ұзындығы 2 метр, биіктігі 2-10 метр, расколдың арасы 70 сантиметр. Жерден 60 сантиметр, себебі 10 сантиметр құйылады, ары қарай трубалардың арасы 38 сантиметрден орналасқан. Швейлердің ұзындығы 170 сантиметр. Задвижканың ені 84 сантиметр, ұзындығы болса 170 сантиметр. Задвижка 50-лік профтрубадан жасалған, арасы 20-лық профтрубамен толтырылған, себебі үштік металл лист өте қымбат. Негізі дұрысы үштік металл лист еді. Задвижкаға үштік металл лист сваркеленеді, оның биіктігі 20 сантиметр, сол металл листке 14-тік пруттар сваркеленеді, ал пруттарға подшипник кигізіліп, екі жағы гайкамен ұстатылады. Буровой трубаның шетінен 1,5 сантиметр өлшеніледі, және сол болгаркамен қиғаш кесіледі. Ол лодочкой деп айтады, ол әдейі істелінеді, сонда труба-трубаға жатқанда толығымен сваркеленіп өтеді. Қолданылған труба НКТ-73, іргесінің қалыңдығы 5-5 мм. Сол 1,5 сантиметр тек осы трубаға жарайды. Біздің каналымызға тіркеліп, комментарийді өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар.